Сәлем достар, бүгін осындай түрік халқының өте ерекше және дәмді рогаликтерін пісіретін боламыз. Соңына дейін бірге көріп, егер ұнап жатса лайк басып, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса комментарийға қалдыруға болады. Ол үшін бізге сары май керек, сұйық май, қант, ашытқы, жылы су, сүт, жұмыртқа және тұз, сонымен қатар ұн қажет болады. Алдымен жылы су және жылы сүтімізді миксердің ыдысына құятын боламыз. Және нанды миксердің көмегімен илейтін боламын. Қант. Жақсылап қантты ерітеміз. Және сары майды құямыз оның үстіне. Кезектестіріп, барлық ингредиенттерді бір ыдысқа жинаймыз. Одан кейін сұйық май, ашытқы. Ашытқымызды кішкене ертіп аламыз, осылай араластырамыз. Негізі құрғақ ашытқында пайдалануға болады. Жақсылап араластырып алдық, енді бір жұмыртқаны саламыз. Және тұзды саламыз. Және ұнды бірден салып жібереміз. Қамырымызды миксердің көмегімен немесе қолмен де илеуге болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді аламыз. Осылай жинап алдық. Және бір жарым сағатқа бетін жауып, жылы жерге көтерілу үшін қоямыз. Ерекше рогаликтеріміздің салмасына осындай дәндер қажет, кішміш, сүт және қант қажет, какао, корица және осындай бисквит, шоколадты бисквит қажет болады. Кез келген шоколадты бисквитті осылай ұнтап аламыз, бөліп. Үстіне корица саламыз. Қант азғантай мөлшерде, какао және дәндерімізді саламыз. Бұл жерде менде грек жаңғағы және фисташки, ұнтақталған фисташки, кішміш саламыз және үстінен 60 граммдай сүт құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салмамызды алдын ала біріктіріп, осылай қолмен дайындап аламыз. Сүт құйғандықтан олар жақсы бірігеді. Мінекей қамырымызда толықтай көтерілді. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. 50-60 граммнан бөлсек болады, немесе осылай көзбен өзімізге ыңғайлы етіп бөліп алсақ болады. Енді осылай түйіп, дөңгелетіп барлығын дайындап аламыз. Мінекей кішкене 10 минуттай тағы да көтерілді. Енді рогаликтерімізді дайындаймыз. Осылай кішкене сопақтау етіп жайып алдық. Енді жаңағы дайын салмамызды саламыз. Және рогаликтердің осылай дәл видеодағыдай формасына келтіріп
бекітеміз. Мінекей осындай формада болады рогаликтеріміз. Мінекей осылай дайындап алдық. Енді жұмыртқаның сарысына азғантай мөлшерде сливки араластырамыз және соны бетіне жағып шығамыз. Сонда бізге піскен мезгілде өте әдемі түс беретін болады. Менде осындай 3 түрлі дән бар және соны пайдаланатын боламыз. Бетіне сеуіп шығамыз. Неғұрлым көптеу болса, соғұрлым қазір піскен мезгілде әдемі болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Рогаликтеріміз дайын болды. Өте дәмді шығады және өзгеше. Жасап көріңіздер. Достар, егер менің видеом ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!